Қараңдар, осылай тығасыңдар 13-ке. Түсіндіңдер ма? Обязательно осы видеоға лайк қойыңдар. Мен мынаны білгім келеді. Бізде аты жазылып тұр мына жерде, міне Arduino дейді. Мынау ойланады, не істеу керек деп. Мысалы, сендердің миларың бар, ойланады ғой. Өткен жолы мен сендерге тапсырма бердім. 1 қосу 1, мысалы 2 қосу 5 сандарды айттым, сендер қосындының неше болатынын айттыңдар, дұрыс па? Мынау да сөйтіп ойланады. Бірақ біз өткен жолы не дедік? Сендер ақпаратты қайдан алдыңдар? Сигналды көзбен, құлақпен, денелермен сезіп алдыңдар. Мынада көз, құлақ әзірге ештеме жоқ. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл не істеу керек екенін білмейді. Біз бұған айтуымыз керек. Оған айтып түсіндіру үшін мына компьютерде мынандай бағдарлама жасаған. Мына жерде біз код жазамыз. Сендер ана Scratch'та Кәусар жасадыңдар ғой, ана не істеу керек екенін, мысалы сурет бар, ол не істеу керек, жүреді, тоқтайды, бір нәрсе істейді деген сияқты. Сол сияқты мына Arduino'ның өзінің, сол Scratch сияқты өзінің осындай программасы бар. Аламыз да компьютерге қосамыз. Сосын мына жерде мысалы мына аяқтарына команда береміз. Мына аяғы былай істесін, мына аяғы былай істесін деп. Міне, мынау 2 батырма, мынау галочка тұрған. Тексереді. Мына жерде біз қате жазып қойдық па, қате жазып қойғанбыз, соны тексереді. Мына бәрі дұрыс дейді. Енді мынау стрелочка. Ол маған осы команданы мына жерге сал деп жатыр. Саламыз. Салып атқан кезде мынандай болып осылай жыпылықтайды. Міне. Былай да істеуге болады. Көрдіңдер ма? Қайда? Полиция болып кетті. Басқа жақтарына қойсақ болады. Бұл ештеме болмайды. Өйткені біз осы 13-ші аяққа мынада біз 13-ші аяққа команда бердік. 13-ші аяқ артқа жұмыс істесін деп. Қалғандарына салсаң да ол ештеме болмайды. Қайда? Теп көрейінші. Қазір тоқта, мен алашқа көрсетейін. Мен айттым сосын мына жерге ма? Қане тоқта. Ал егерде басқа. Оны басқаға салсаң, мынау күйіп кетуі мүмкін, өйткені басқаларында басқа бір жағдай болып жатады. Біз оны ережесін айтқан жоқпыз. Мына жерге біз 13-тің ғана ережесін айттық. Не істеу керек екенін. Қосылсын, сөнсін, қосылсын, сөнсін деп. Асықпа, мен саған көрсетейін. Вау, қызыл. Мен қызылды салғым Салып келеді. көр. Сен ақты салып көр алшы. Мен қызыл. Жақсы. Мына жерлерін салға болады. Ұстай бересің. Салған кезде ұзынын 13-ке саласың, қысқасын ана қасындағысын саласың. Шығып кетті кішкене. Точно көк пен қызылды істесең полиция болады. Мен жасылды істеп. Міне Қалай жарықтың? Міне қараңдар, осылай. Жарықтың 13-ке жануы мен ақын жануын. 13-ке тығасыңдар. Міне қараңдар, осылай тығасыңдар 13-ке. Түсіндіңдер ма? Обязательно осы видеоға лайк қойыңдар. Мен мынаны білгім келеді. Біз енді не болып жатқанын көру үшін мына жерде бізде сериал монитор деген бар. Ашамыз. Бізде 9600. Не 9600? Міне, қара. 25 сантиметр, 30. Қолың жақындат мынаған. Ақырындап жақындат. Бай. 20, 19 жақындата бер. 27, көрдің бе? 7, 8, 9, 5. Алыс, өте алыс. 100 метрге дейін, 100 сантиметрге дейін. Сантиметрмен есептеп жатыр. 35, 32, 15. Жоқ, сразу 100 болып кетті. Қане, сен істеп көр. 8, 4 сантиметр. Өте қатты жақындағанда шатасып жатыр, көрдің бе? 3000 бір нәрсе қылып жүрді. Міне. Бұл 3 сантиметрге дейін осындай ғана жақындатуға болады бұған. Соны таба алады. Міне, кішкене алыстатасың. 10 сантиметр. Ол 100 сантиметрге дейін ғана. Анау жақта көрмейді. Міне, мысалы, мына жерден бастап көре бастайды. Көрдің бе? 50, 59, ақырындап жақындата бересің. 43, 37. Мен қыңғара. Солай бұл өзіне жақындағанын біледі. Ертең мысалы бір нәрсе жасайтын болсақ,
машина жасайтын болсақ, мысалы машина бүйтіп келе жатады да, алдында бір тосқауылды көреді, кедергіні көреді. Сосын ол түсінеді, мен алдында бір нәрсе жақындадым, мен 8 сантиметр қалыпты дейді да, мысалы бүйтіп айналып өтеді. О, мына жерде жоқ екен, 57 сантиметр, былай кеттім дейді. Мына жерде 16 сантиметр дейді. Түсіндіңдер ма? Осы бүгіндікке.